Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді кешкі ас дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеомды соңына дейін қолдап кетіңіздер. Жаңадан қосылғандар болса, тіркеліп кетіңіздер. Менің арнамдан әртүрлі рецептерді табатын боласыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Етімізді, сиырдың еті, қойдың еті, жылқының еті, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты сала бересіздер. Және де картошкамызды, пиязымызды, қызанағымызды, болгар бұрышымызды барлығын ашып, жуып, тазалап алатын боламыз. Видеодағыдай етіп, кезек-кезек турап, барлығын дайындап аламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Міндетті түрде сол жерден өтіп көре аласыздар. Қызанақты мен көптеу турадым, себебі суы шығып, сочный болғанды жақсы көремін. Енді табамызға майымызды құйып, қызғаннан кейін етімізді салатын боламыз. Барлық заттарымызды турап дайындап алдық. Енді етімізді салып, қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Етімізді жақсылап қуырып болғаннан кейін пиязымызды салып, араластырып, қақпағын жауып, сарғыш түске енгенше қалдыратын боламыз. Пиязымызда қуырылып болды, көріп тұрғандарыңызда енді болгар бұрышыны, картошкамызды салып, үстіне тұз, өзіміздің қалауымызға байланысты дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Мен паприка мен қара бұрыш қостым. Және қызанағымызды салып, астын бәсеңдетіп қойып, пісіретін боламыз. Жарты сағатта 40 минутта піседі. Көріп тұрғандарыңыздай пісті, сочный болып. Енді ыдысымызға салып алатын боламыз. Ыстық күйінде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кешкі асқа өте оңай тағам. Көріп тұрғандарыңыздай сочный болып шықты. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Осылай өзім қалауыма байланысты сәндеп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты сіздер де укроп немесе петрушка сепсеңіздер де болады. Енді оның алдына салат дайындадым. Өзіміздің барлық тағамдармен үйлесетін салатты дайындадым. Ачичек салаты, яғни қиярымыз бен қызанағымызды осылай турап алатын боламыз. Тазалап, жақсылап турап аламыз. Барлық тағамдармен үйлесетін салат, витаминге бай салат болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай салатымыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер.